Салам алейкум. Қалай жағдай? Осы сенің арсаман өзі кедергі қимей ма? Ақымақ, осылай денең бар, не өзің қорғай алмайсың? Алдында төбелескенде сен пайдаң тиеді ғой. Бағалап қойыңызшы. Ең болмағанда сушиден қорыққайшы. Бар. Сабақ басталады ғой қазір. Завуч дұрыстап алсашы. Бар. Жейтін затты ұмытпа. Завучтар өзіміз-ақ жауап береміз. Бар. Қайдан келе жатырсың? Қазір сабақ уақыты емес па? Кешіріңіз апай, мен... Я тыңдап тұрмын. Ана қолындағы зат не зат? Сабақ үстінде шыдай алмай қатты ашып кетіп еді. Осыншама затты бір өзің қалай жейсің? Кешіріңіз апай, мен сабаққа бара берсем бола ма? Жақсы бар. Қарақат, сыныпта барлығы дұрыс па? Дамир не істеп жүр сабақ уақытында дүкенде? Барлығы дұрыс. Ол маған қарным ашты деп келді. Қоңырауда барасың деп едім, тыңдамады. Сыныпқа қарап жүрші, ондай қалау жоқ еді ғой оның. Жарайды. Ақыры өзіңді қорғай алмайсың, ең құрымағанда көзге түспей жүрсен қайтеді? Кешір Қарақат, енді қайталанбаймын. Не болып қалды? Сендер де сабақтан соң жіберсеңдер болмай ма? Рауза әпкеге ұсталып қалды, енді Индира әпке айтып жатыр маған қара деп. Сендер үшін ертең мен жауап бермеймін. Қарақат, ашуың баш. Біз саған айттық қой, ешкімге көрінбей барып қайт деп. Не мынау бүкіліне пальво бұл? Бүкіліне жұқсыз болып көрініп. Енді біз үшеумізде емес бүкіл класс тамақтандыратын болсын. Ертең азан сенен 5 теңге күтем. Бірақ менде ондай көп ақша жоқ қой. Онсыз да мамам үйдегі жоғалған ақшаларды менен көріп жүр. Саған ақшаны кім ұрла деп айтты. Ана үлкен денеңмен қарным ашты десең, үйіңдегілер сенеді. Біздің асыраушымыз келді. Қыздар, байқайсыңдар ма? Біздің сыныпта барлық әдемі, ал мына Дамир бәрін құртады. Қой, осының өзіне бізге тамақ алып беріп жүр ғой. Бір жерінен пайдасы да бар. Мүмкін тыжыларды осыған жаздырамыз? Әйтпесе соңғы кездері көп шаршайтын болып жүрмін. Қыздар, оның жазуы онша емес қой, оның үстіне біз тыңдайды деп ойламаймын. Егер бізді тыңдамаса, Алихан мен Диастар бар емес пе? Бірден соларға айтамыз, өзінің не істегенін. Қадырбай ағақта жүр, жаңағына кешкі үйімізде өтіп қой. Білмеймін, жаңағы звондадымшы, телефон. Өмір осы олсың бармыш, өмір кешкі кетті жүреді әйтеуір. Сол. Қай жерге шақырсаң да. Бәрі дұрыс па, ашуланып тұрған сияқтысыңдар ғой? Ана Қадырбай ғой өмір, жоқ болып кетеді әйтеуір. Телефонды өшіріліп тұр дейді ғой. Ол неге жоқ болған түсінікті. Жүр ғой, Дамир бар жерде постоянно сол ғой. Бұл атқа адам жамайды ғой. Не істейсің бұл? Жігіттер, мен атқан ұнағам. Қадырбайдың орнына мен шығайын.